Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай өте әдемі жаңа жылдық зімбір қосылған пряник пісіретін боламыз. Балаларға өте қатты ұнайды, дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Водяной баняда не болмаса жай ғана плитаның үстінде бал, қантты, сары майды салып, жақсылап ерітіп алатын боламыз. Сары майы, қантты толықтай еріп кету керек. Барлығы ерігеннен кейін үстіне бір шай қасығында ас содасын салып, тағы да кішкене араластырамыз. Дәл осылай көпіріп көтеріліп шығады. Сонымен оттың асын өшіреміз. Бөлек ыдысқа салып, кішкене жылығанша күтетін боламыз. Жылығаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны, сосын бір жұмыртқаның сары уызын саламыз. Ақ уызы бізге глазурға қажет болады. Жақсылап араластырып, үстіне ұнның аздап бөлігін саламыз. Зімбірмен корицаны қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ұнның барлығын салмаймыз, дәл осылай аз-аздан салып араластыратын боламыз. Бірінші осылай араластырып аламыз венчикпен, сосын кішкене қоюласқаннан кейін барып, қолымызбен араластырып, ұнның қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр қолға жабысатын болады. Қамырымыз дайын, оны пакетке орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін алып, ұн сеуіп отырып, жайып алатын боламыз. Қатты жұқа жаймаймыз, қалыңдығы 3-4 мм қамыр жайып аламыз. Мен қамырды екіге бөліп алдым. Екі бөлікке бөліп, осылай жайып алдым. Сосын өзімізге қажетті формалармен кесіп алатын боламыз. Өзіңізде қандай форма болса, егер форма болмаса, жай ғана думалақ етіп кесіп алуға болады. Барлығын кесіп болып, пергамент салынған листке жайғастырып шығамыз. 180 градуста қызған пеште 15 минут уақытта пісіріп аламыз. Міне дәл осылай қызарып пісіп шығады, толықтай суытып аламыз. Енді глазур дайындаймыз. Алып қойған жұмыртқаның бір ақ уызын саламыз. Үстіне қант ұнтағына аз-аздан салып, венчикпен араластырамыз. Бірінші венчикпен араластырып аламыз. Сосын барып, миксермен араластырсақ болады. Миксермен араластырсақ, аппақ болып бір келкі масса дайын болады. Енді үстіне жарты шай қасық лимон суын саламыз, тағы да миксермен араластырамыз. Лимон суы глазурды жаққан кезде тезірек қурап шығуына көмектеседі. Енді глазурдан бір ас қасықтан екі ыдысқа алып, оған қызыл және де жасыл түстерді мен араластырып алдым. Егер сіздерде красительдер болмаса, жай ғана ақ түспен сызып шықсаңыздар болады, ал мен осындай түстерден пайдаландым. Енді толықтай суыған пряниктерімізге глазурды жағып бастаймыз. Глазурды осындай қапшықтарға салып аламыз, крем жағатын. Ұшыны жіңішке етіп кесіп, пряниктеріміздің үстіне қалағанша осындай суреттер сызып, не болмаса жай ғана глазурды жағып шықсаңыздар болады. Барлығы өз қалауларыңызша. Бұлай сурет сызып шығу өте қиын көрінгенмен, жұмыс жасаған кезде өте оңай екен. Мен де бірінші рет дәл осылай сурет сызып тұрмын. Өте оңай.
біздің глазурымыз жұмыс жасауға ыңғайлы, крем сияқты ағып кетпейді, осындай қою. Жағып қойғаннан кейін 10-15 минут уақытта қатып қалады. Сондықтан еш қорықпастан жасап көрсеңіздер болады. Міне барлығын дайындап алдық. Дәл осылай жайып 10-15 минут уақытта құртып аламыз. Үстінде глазуры қатып, өте әдемі, дәмді болып шығады. Бұл пряниктерді 10 күнге дейін сақтауға болады, еш дәмі өзгермейді, дәл осылай тұра береді. Сіздер де жасап көріңіздер, балдарыңызды қуантыңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.